Тасымал сөзді жазған кездегі оның жолға сыймай қалған бөлігін келесі жолға көшіру. Тасымал буынға негізделеді, яғни сөздер тек буын жігімен тасымалданады. Мысалы, кереге сөзін екі жолмен тасымалдауға болады. Кереге немесе кереге. Тасымалдауға болмайтын жағдайлар. Тек бір дауысты дыбыстан тұратын ашық буынды тасымалдауға немесе жолда қалдырып кетуге болмайды. А, та, ке, арми, я деп жазуға болмайды. Бір буыннан тұратын сөзді тасымалдауға болмайды. Мысалы, қант, төрт, бұлт сөздері тасымалданбайды. Келесі, қысқарған сөздерді тасымалдауға болмайды. Тымыды, қаз-о-о, қаз-му, қыры. Бұл сөздерде тасымалдауға келмейді. Қысқарған өлшем бірлігін саннан айырып тасымалдауға болмайды. 15 сантиметр, 20 килограмм, 100 га. Бұл сөздерде тасымалдауға келмейді. Адам атының қысқартылып алынған әрпін фамилиясынан айырып бірінші жолда қалдыруға болмайды. Мысалы, Ақы Жабаев, Мо Әуезов, Қысы Мусин. Ескерту. Сөздердің бірінші буындарынан қысқарған сөзбен бірінші сөздің бірінші буыны мен екінші сөзі толық күйінде қысқарған сөз тасымалданады. Мысалы, Кеңшар, Педколледж. Бүгінгі тасымал туралы ақпаратымыз сіздерге ұнаған болса, біздің арнаға жазылып, лүпілі қалдыруды ұмытпаңыздар.